Баршаларыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен лазанья рецебімен бөліспекшімін. Ал сіздер каналға жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Ингредиенттердің толық тізімін видеоның астынан таба аласыздар. Алдымен табаға 1-2 қасық өсімдік майын құйып қыздырамыз. Үстіне ет тартқыштан өткізілген етті салып қуырамыз. Фарш түсін өзгерткен кезде оның үстіне ұсақтап туралған пияз саламыз. Үстіне ұсақталған сарымсақ қосамыз. Бәрін тағы да жақсылап қуырамыз. Қызанақтардың қабығын аршып тураймыз. Оны қуырылып жатқан ет пен пияздың үстіне қосамыз. 2 ас қасық томат пастасын қосып жақсылап араластырамыз. Тағы да 2-3 минуттай қуырамыз. Үстіне қара бұрыш, қызыл бұрыш және де орегано сияқты дәмдеуіштер себеміз. Прованс шөптері болса, оларды да қоссаңыз болады. Тұз саламыз. Ыдыстың қақпағын жауып, отын бәсеңдетіп, 10-15 минуттай бұқтырып қоямыз. Екінші табада бешамель тұздығын дайындауға кірісеміз. Ол үшін табаға сары майды салып ерітеміз. Еріген сары майдың үстіне ұн салып араластырамыз. Қуырылып жатқан қоспаның үстіне сүтті сыздықтатып құямыз. Ұдайы араластырып отырып бешамель тұздығын жасаймыз. Бұған шамамен 10 минуттай уақыт кетеді. Тұз қосып араластырамыз. Тұздық тым қою болмау керек, сұйықтау болғаны жақсы. Ірімшікті үккіштен өткізіп аламыз. Лазаньяға шұңғырақ табаны алып, ішіне пергамент қағазын төсеп майлаймыз. Оның үстіне лазанья жапырақтарын қатар-қатар орналастырамыз. Менікі шикілей қолдана беретін лазанья жапырақтары. Сіз өзіңіздің нұсқауын қараңыз. Лазанья қамырының үстінен болонез тұздығын, яғни фарш қосқан тұздығымызды қосамыз. Оның үстінен бешамель тұздығын жақсылап жаямыз, барлық жеріне тиіп тұратындай етіп. Бұлардың үстінен үккіштен өткізілген ірімшікті себеміз. Осылайша қамыр және тұздықтар біткенше қатарларды қайталаймыз. Ең үстінде лазанья қамыры және оның үстінен бешамель соусы, оның үстінен ірімшік болу керек. Осылайша дайындалған лазаньямызды 180 градуста қызып тұрған пешке 30 минутқа қоямыз. Мінекей лазаньямыз дайын болды. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Келесі видеоларда кездескенше.